Бүгін біздің үшінші сабағымыз. Мінекей қыздар, бізде осындай тілді тоқып болдық. Енді біз жоғарғы жағын кедейдің тоқитын боламыз. Ол үшін бізде мына тұрған бергі жағындағы қабырғадан аламыз. Бағана тұмсық тоққанда 3 петляны қалдырдық қой. Ар жағынан тоқып, соның бергі стенкасынан алып, жібімізді салып, бір воздушный петля жасаймыз. Бір воздушная петля жасаймыз. Сол 3 петляның ең біріншісіне. Дәл осы жерге тағы да столбик без накида тоқимыз. Енді әрі қарай екіншісіне тағы да бергі қабырғасы бос тұр ғой, содан аламыз. Екінші столбик без накида. Міне мынау үшіншісі. Үшіншісі столбик без накида. Енді әр қарай екі қабырғасынан бірге аламыз. Столбик без накида айналдыра тоқып шығамыз. Біз бұл кедейдің үстіңгі жағын тоққанда ешқандай убавка, ешқандай ешнәрсе жасамаймыз. Айналдыра тоқып шығамыз. Екі қабырғасынан бірге алып отырамыз. Тек жағы бас жағында және аяқ жағында ғана 3 петляны бергі стенкадан аламыз. Өзі бос тұр, өзі білінеді сол жерден. Барынша осы жерде тығыздау тоқуға тырысыңыздар. Бос болса, уже салбырап қалады. Осы жерде жібімізді тартып, сол жіпті мына стенканы болғаннан кейін, сарымен тоқып болғаннан кейін жасырып жіберсеңіздер болады. Андай бос тұрмайды да сол кезде. Екеуінен де аламыз. Қосқан жеріміз ғой ол жер біздің. Және мына жіпті арасына жасырып отырып тоқып кетеміз. Осылай мына жаққа дейін тоқимыз. Міне мен келдім, қыздар. Соңғы 3 петля. Көрініп тұр, бергі стенкасы бос тұр 3 петляның. Сол жерге столбик без накида. Екіншісі. Үшінші столбик без накида. Бізде екінші ряд. 3 воздушная петля. Кедейімізді айналдырамыз. Накид. 1-2 петля тастап кетеміз. Үшіншісіне столбик с накидын тоқимыз. Бұл бізде бауға арналған орын. Әр қарай ешқандай өзгеріссіз столбик с накидым әр петляның ішіне бір-біруден столбик с накидым тоқып шығамыз. Ешқандай қиыны жоқ, өзіміз тоқып шығайық. Аяқ жағына келдім, екінші рядтың. Столбик с накидом. Тағы да біреуін жүреміз. Осы жерде 1-2 петляны қалдырып кетеміз. Үшіншісіне, ең соңғысына
столбик с накидом тоқимыз. Үшінші ряд воздушная петля, кедейімізді айналдырамыз және осылай кезек-кезек тоқитын боламыз. Без накида, с накидом, без накида, с накидом қатарлар. Ең бірінші петляға столбик без накида тоқимыз. Бұл рядта ешқандай өзгеріссіз барлық петляның ішіне бір-біруден столбик без накида тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық ары қарай. Үшінші ряд аяқталып қалды. Столбик без накида. Ең соңында мынау 3 воздушная петля, бұл да бізде бір столбикқа жатады. Соның ең біріншісіне тоқуды ұмытпаңыздар. Столбик без накида. Төртінші ряд 3 воздушная петля, кедейімізді айналдырамыз. Накид. Бұны санамаймыз. 1, 2. Үшінші петляға столбик с накидом. Санамаймыз деп тұрғаным, анау бізде 3 воздушная петля бір столбикке жатады. Бұл жерде де өзгеріссіз барлық петляның ішіне бір-біруден столбик с накидымнан тоқып шығамыз. Ары қарай өзіміз тоқып шығайық. Мына жақта кездесеміз. Төртінші ряд аяқталып қалды. Столбик с накидом. 1, 2 петляны тастап кетеміз. Үшінші петляға, ең соңғыға столбик с накидом. Бесінші ряд воздушная петля. Ең бірінші петляға столбик без накида тоқимыз. Бұл жерде де әр петляның ішіне бір-біруден столбик без накидадан тоқып шығамыз. Аяқ жағына келдім 5-ші рядтың. Үш воздушная петляның ең біріншісіне столбик без накида тоқимыз. Әр қарай бізде 6-шы ряд 3 воздушная петля, кедейімізді айналдырамыз. Накид. 1, 2 тастап кетеміз. Үшіншісіне столбик с накидом. Бізде қысқарып отырады осылайнан. 2 петлядан тастап кет отырғанның арқасында. С накидом. Бұл жерде де ешқандай өзгеріссіз әр петляның ішіне столбик с накидымнан тоқып шығамыз. 5-ші ряд, 6-шы ряд аяқталып қалды. Столбик с накидом. Бұл керек жоқ. Осы жерден 1, 2 көз тастап кетеміз. Үшіншісіне столбик с накидом тоқимыз. Әр қарай бізде 7-ші ряд воздушная петля, столбик без накида. Әр петляның ішіне бір-біруден столбик без накида тоқып шығамыз.
аяқталды 7-ші ряд. 8-ші ряд 3 воздушный петля, накид, 2 петля тастап кетіп, 3-шісіне столбик с накидом тоқимыз. Ешқандай өзгеріссіз. 2 петляны тастап кетіп, ең соңғысына столбик с накидом тоқимыз. Бұл бізде міне 4 көз бау тоқуға дайын. Әр қарай 9-ші ряд воздушная петля, әр петляның ішіне бір столбик без накидадан тоқып шығамыз. Тоғызыншы рядты бітірдік. Осымен біздің кеды үстін тоқып болдық. Жібімізді жасырып, арасына жасырып жібереміз. Қазір біз ана тіл секілді жан-жағын айналдырып тоқимыз. Ол үшін ең бірінші бастаған жерімізден жібімізді салып, осы жерден бастаймыз. Столбик без накидамен айналдырып тоқып шығамыз. Воздушная петля. Осы жерге тағы да столбик без накида жүреміз. Өзі көзбен көрініп тұрады, жүретін жерлеріміз осылай. Мына бау салатын жерге ішінен. Бұл жерден 2 столбик без накида жүреміз. Мына арасынан 2 столбик без накида жүреміз. Мына жерден тағы да 2 столбик без накида жүреміз. Екі столбик без накида. Бау салатын жерге дейін арасы тағы да 2 столбик без накида. 2 столбик без накида. Және үстіңгі жағы оңай. Әр петляның ішіне бір-бірден столбик без накида жүріп шығамыз. Аяқталды. Соңғысына столбик без накида. Ұзындау қылып аламыз жібімізді. Инемен арасына жасырып жібереміз. Енді біз әрі қарай осындай жерлерге полоска тоқып шығамыз. Мен осындай серый жіппен тоқим. Көбісі қара жіппен тоқып жатады, негізі қарамен тоқылғанда дұрыс болады. Осы примерно ортасынан алып, жібімізді өткізіп аламыз. Бұл жерде де қиындығы жоқ. Осылай әр петляның ішінен бір-бірден іліп алып отырамыз. Өте бос, өте тығыз болмау керек. Бұл жерлер өте тығыз қылсаңыз да кедейіңізді бүрістіріп тастайды. Осылай айналдыра тоқып шығамыз.
осы жерлерде тұмсықты бастаған жеріміз ғой. Сол жерден аламыз. Шатасып төмен қарай кетіп қалмаңыздар. Санап аласыз ғой, астында 6 столбик с накидом қалу керек. Аяқ жағын көрсетіп жіберейін сіздерге. Қиямыз. Жібімізді ішіне қарай өткізіп, екеуін қосып байлап, арасына жасырып жібереміз. Әр қарай бұл жерде мына 6 столбик қой бізде, 6 столбик без накида, сол үстінде 3, астында 3 қалу керек. Соны дәл ортасына жерлерден примерно бастаймыз. Бұл жерде де дәл үстіндегі секілді осылай арасынан алып отырамыз. Өте тығыз, өте бос тоқуға болмайды бұл жерін. Осы жерлерден ішінен қарап аламыз. Екеуі бірдей, осы жерлерден аяқтаймыз. Ішіне өткізіп, бұны да жасырып шығамыз. Енді біз бау және жұлдызшасын тоқитын боламыз. Мен бауды осы астыңғы түспен бірдей болған дұрыс, әдемі көрінеді. Узелок жасап аламыз. Және цепочка, воздушная петлядан тұратын цепочка жасап шығамыз. Ол әркімде әртүрлі, сіздің кедейдің размеріне байланысты. Мен 150, 180, 200 жүремін. Мен цепочкам жүріп шықтым. Мен 200 петля алдым. Енді осыны полустолбикпен жүріп шығамыз. Екі столбик тастап, үшіншісіне полустолбик жүреміз. Бұл жерде де әр петляның ішіне 3 көздің ішінен өткіземіз полустолбик деген. Бау сатып алып салып жатады көбісі.
Енді ол дәл сіздің кедейдің түсіндей бау табылса жақсы, табылмаса әдемі көрінбейді. Осылай тоққан жақсы. Осылай барлық 200 петляны жүріп шығамыз. Осылай әр көздің ішіне тоқып шығамыз өзіміз. Міне мен бауды тоқып болдым. Енді бұны өлшеп көрейік. 200 воздушная петлядан менде 66,5 почти 67 сантиметр бау шықты. Енді мына жерге домалақ эмблемамыз тоқитын боламыз. Ол үшін узелок жасап аламыз. Және воздушная петля. Біреу, екеу, 3 воздушная петля жасаймыз. Әр қарай бірінші петляның ішіне 10 столбик без накида жүреміз. Міне, біріншісі. Осы жерге маркеріміз тағып аламыз. Екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, 9, 10. Маркеріміз шешіп, осы жерге бірден екінші рядты бастап кететін боламыз. Маркер тұрған жерге столбик без накида тоқимыз. 2 воздушная петля. Және осы жерге, жаңа қосқан жерімізге столбик с накидом тоқимыз. Яғни бір көздің ішінде 2 столбик с накидом болып саналады. Әр қарай. Столбик, 2 столбик с накидом бірге тоқимыз. Әр көздің ішіне солай. 10 көздің ішінде 2 столбик с накидымнан тоққан кезде бізде 20 столбик с накидом шығу керек. Мен тоқып болдым. Соңғысы ары қарай инемен жұмыс жасаймыз. Жерден қиып инеге өткізіп, мына жерде 3 воздушный петляның ең біріншісіне 2 қабырғасынан да өткіземіз. Және мынаның арғы жағындағы қабырғасынан, яғни ортасынан өткіземіз. Болды, бір петля шықты бізде. Енді әр қарай жұлдызшасын тоқитын боламыз. Жұлдызшаны осы полосканың цветімен бірдей қыламын. Жіпімізді ұзындау етіп алып,
мына жерден жобамен ортасынан аламыз. Ортасынан алып, дәл ортасындағы тесіктен өткіземіз. Әр қарай арасында 3 столбик с накидом қалу керек, санап отырамыз. 2, 3, төртіншісінен өткіземіз. Тағы да ортасына әкеліп қосамыз. Осы жерден аламыз. Көзбенде бұлай жобалап қарап отырасыздар ғой. 3 немесе 4 петля болады арасы. Менде 3. Енді соңғы ортасына келеді. Міне 5 бізде 5 бұрышы дайын болды. Енді мынау бірінші столбик без накидамен с накидом қосылған жерден аламыз инені. Соны апарып ана бұрышына қосамыз. Екінші жағы да дәл солай. Осылай барлығын айналдыра тоқып шығамыз. Осы жерден аламыз және басына қосамыз. Және соңғысы. Жерден біріктіреміз. Мына жер дұрыс алынбай қалған. Дұрыстап тігіп жіберейік. Міне 5 жұлдызымыз дайын. Енді мына арасын осылай қосып шығамыз. Барлығын айналдыра қосып шығамыз. Барлығын осылай айналдырып араларын жауып шығамыз, ашық жерлерін. Болды. Бәрін жабам десеңіздер де болады. Ол кезде жаңағыдай айналдырып жүре бересіздер. Жібімізді жасырып жібереміз. Мінекей менде дайын. Мен бұны ыстық клеймен жабыстырам. Болмаса, осы жұлдызшаның түсіндегі жіппен айналдырып тігіп шықсаңыздар болады. Енді бауын өткізейік бірге. Негізі көбісі манекен болған жақсы, негізінде пинетке көп тоқитын болсаңыз, осындай кедайларға бау өткізген кезде жеңіл болады, сосын суретке түсіргенде де әдемі көрінеді. Бірақ мен сол әлі манекенге қолым жеткізе алмай жүрмін. Бірақ манекен сақ, менің кедайларым осылай қақиып әдемі болып шығады, суретте көріп жүргендеріңіздей. Көбісі айтып жатады, менде манекен болмаса кедейім салбырап, майысып, қисаяды деп.
Ол енді тоққаныңызға байланысты, сол тығыз тоқу керек, сол үшін. Тығыз тоқсаңыздар осылай әдемі формасын ұстап тұрады, жақсы. Мен тек хлопок емес, акрил жіптерден де тоқимын, шерсть аралас жіптен де тоқимын, осылай қақиып шығады формасы. Екі бауын өткіздік. Енді 5 жұлдыздасын жабыстырып, ыстық клеймен жабыстырып қоямыз. Менімен болғандарыңызға рахмет. Кедаларыңыз әдемі тоқылып шығады деген ойдамын. Сау болыңыздар.